Бүгінгі сабақта көлбеу бетте қозғалыс динамикасына есептер шығарамыз. Яғни есептің берілгені салмақсыз блок көкжиекпен 30 градус және 45 градус жасайтын көлбеу блоктың төбесінде бекітілген. Массалар бірдей 1 килограмм жүктер жіппен жалғанып, блоктан асырыла тасталған. Жүктер қозғалатын А үдеуді жіптің керілу күшін анықтаймыз. Және бірінші, екінші жүктің көлбеу бетке үйкелісін, сонымен қатар блоктағы үйкелісті ескермейміз. Берілген жазамыз. Градус табылу керек. Жүйенің қозғалыс үдеуін, жіптің керілу күшін. Енді бізде сызбасын сызайық. Көлбеу бетте мына бұрыштардың шамасынан көріп отырғандай, бір бұрышымыз тіктеу, тіктеу бұрышты біз бетта, тіктеу бұрышымыз бетта және альфа. Төбесінде блок орналасқан. Мынау бізде бірінші жүк. Масса центрі екінші жүк. Енді қараңыздар, біз әсер ететін күштерді көрсетеміз. Яғни ауырлық күші әрқашан жердің бетіне перпендикуляр бағытталып тұр. Енді бізде мына жіптің бойы мен жіптің керілу күші бағытталады. Мұнда бізде қозғалыс, бізде мына бұрыш сүйір ғой, мына альфа бұрышына қарағанда. Сондықтан бізде мына жүгіміз төмен қозғалады, артынан мына екінші жүк жоғары көтеріледі. Сондықтан қозғалыс бағыты мына бағытта төмен қарай бағытталады. Мына жерде көрсетіп қояйық. Енді мына жерде МЖ массалар бірдей болғандықтан индексті жазудың қажеті жоқ. Жіптің керілу күші. Енді біз Ньютонның екінші заңын, немесе қозғалыс теңдеуі деп те атаймыз, қозғалыс теңдеуін жазайық екі жүкке. Ол үшін біз алдымен әсер ететін күштерді көрсетейік. Бізде енді мына жерде бағыттарын ескеретін болсақ, бірінші жүк үшін ол қозғалыспен бағыттас, сондықтан оң болады. Мына жерде индекстің қажеті жоқ. Ауырлық күші. Онда да ауырлық күші, мына жерде қараңыздар, біздің қозғалыстың бағытында біз қандай күштерді аламыз? Қозғалыс бағытында жатқан күштерді аламыз. Сондықтан ауырлық күшінің өзін емес, ауырлық күшінің құраушысын аламыз. Осы мынаны X өсі дейтін болса, қозғалыс бағытын. X өсінің бойындағы мына аралықтағы векторды анықтауымыз керек. Енді ол жерде сонымен мынаны біз егер құраушысы арқылы жазайық, сондықтан F ауырлық күшінің құраушысы болғандықтан штрих дейміз. Оң бағытта және Т тең болады МА. Енді екінші жүк үшін мына жерде бізде қозғалыспен бағыттас Т, сондықтан оң, минус F ауырлық күшінің құраушысы. Бұл жерде массамыз бірдей болғандықтан индекстің қажеті жоқ. Тең болады МА. Енді мына жерде қалай анықтаймыз, құраушысын? Мына тік бұрышты, үш бұрышты бұлай ортасынан вертикаль түсіріп, екі тік бұрышты үш бұрыш жасап аламыз. Енді мына жерден көзге ыңғайлы болу үшін, мына жерден бүйтіп құраушы түсірген кезде, мына кішкентай, кіші тік бұрыш, мынандай кіші тік бұрышты үш бұрыш шығып тұр, кішкентай. Енді сол мына жердегі бұрышты қарасаңыздар, мына біздің қозғалыс бағыты мына көлбеу беттің мына қабырғасына параллель жатыр.
Ал енді мына вертикалімізға мына ауырлық күші параллель жатыр. Сондықтан мына екеуінің, мына жердегі бұрышымыз екеуінің арасындағы бұрыш болады. Мына бұрышымыз, мына бұрыш. Яғни біз мына жерде үш бұрыштардың ұқсастығын қолданып отырмыз. Ал енді мына жеріміз сонда 90 градус. Сонда мына үшінші бұрышымыз не болады? Мына жердегі бұрышымыз бетта болады. Енді ал құраушысы мына жерде қараңыздар. Бұл осы бұрышқа қарсы жатқан катет. Сондықтан біз үшбұрыштардың тікбұрыш үшбұрыштың қасиетін қолданамыз. Сондықтан бізде ауырлық күшінің құраушысы тең болады. Бірінші синустан бастайтын болсақ, синус бетта тең болады ауырлық күшінің құраушысы бөлінген ауырлық күшінің өзі. Енді осы жерден ауырлық күшінің құраушысы тең болады м-ші көбейтілген синус бетта. Синус бетта. Енді мына жерден де бірден анықтап алайық. Бұл жерде де біз не істейміз? Тікбұрышты үшбұрышқа толтырамыз мына жерде. Қозғалыс бағытын былай созайық. Енді мына жерден ақырын проекциясын түсіреміз. Сонда ауырлық күшінің құраушысы мына аралғы, осы вектор. Енді бұл жерді анықтау үшін тағы да мына үшбұрыштардың ұқсастығын қолдансақ, мынауымыз мына қабырғаға параллель жатыр, мына вертикаліміз мынаған параллель жатыр. Сондықтан мына бұрышымыз мына бұрыш болады. Ал енді мынауымыз 90, сонда мына жерге түскен бұрышымыз 90. Сонда мынауымыз не болады? Альфа болады. Мына бұрышымыз альфа. Енді осы жерден мынау сияқты аналогиялы шығаратын болсақ, синус альфа тең болады f ауырлық mg, бұдан f ауырлықтың құраушысы mg көбейтілген синус альфа. Енді осыларды ескеретін болсақ, мына бірінші теңдеуімізді, алдымен бірінші теңдеуді бір-біріне қосамыз. Енді мына жерде не істейміз? Бірінші теңдеуде, мына теңдеуден екеуін бір-біріне қосамыз. Оған дейін біз не істейік? Мына жерде орындарына қойып алайық, мына құраушылар ауырлық күштерінің құраушысын. Енді қосатын болсақ, екі теңдеуді. Мына жақшаның сыртына mg-ны шығарып жібереміз. Енді мына жерде тылар жойылып кетеді. Сонда 2ma. Осы жерден аны табамыз. m. Сан мәндерін орнына қойып есептейік. 1 килограмм, 10 жидың жуық мәнін ала береміз. Енді синус бетта бізде 45 градустан 0,7, 0,5 бөлінген 2 көбейтілген 1. Енді мынаны есептейтін болсақ, 0,2, 5, шамамен 1. Шамамен 1 бізде метр бөлінген секунд. Жіптің керілу күшін мына теңдеуден анықтайтын болсақ, формуласы ықшамдайық. Оннан 5. Мына жерде 10, Сонда сан мәнін есептейтін болсақ, 6 ньютон. Енді есеп бойынша сұрақтарыңыз бар ма? Бәрі түсінікті ма? Менде бар. Схема бойынша ауырлық күшінің құраушысын қалай анықтаймыз? Дұрыс сұрақ.
қазір мына жерде үлкейтіп көрсетейін. Үлкейтті. Мына жерде қараңыздар, бізде қозғалыс бағыты X, және біздің мына ауырлық күші былай бағытталып тұр, көлбеу бетінің табанына перпендикуляр. Енді қозғалысқа біздің ауырлық күшінің құраушысы қатысады, X осінің бойындағы. Сондықтан біз мына ауырлық күшінен X осіне проекция түсіреміз. Сонда бізде мына бағыттағы X осінің бойында жатқан мына аралық осы векторымыз ауырлық күшінің құраушысы болады. Енді қараңыздар, мына үлкен тікбұрышты үшбұрыш тұр, міне, бетта бұрышымен сүйірлігі. Сол жерден қарасаңыздар, мынау біздің көлбеу бетке параллель біздің қозғалыс бағыты жатыр. Енді мынаған, мына вертикальға параллель ауырлық күші жатыр. Сонда біз мына бұрышты мына бұрышқа теңдей аламыз. Енді қараңыздар, біз проекция түсірген кезде 90 градуспен түсіреміз. Онда мына жеріміз 90 болса, мына бұрыш болса, мына үшінші бұрышымыз не болады? Бетта болады. Бетта болады. Ал енді осы тікбұрышты үшбұрыштың қасиетін қолдансақ, мына осы жерден синус бетта тең болады жаңағы ауырлық күшінің құраушысы. Мына штрихпен берген. Соның неге қатынасы? МЖ-ға қатынасы. Осы жерден ауырлық күшінің құраушысы тең болады МЖ көбейтілген бетта. Түсінікті ма? Енді есеп шығарамыз осы тақырып бойынша. Есептің берілген салмақсыз блок көкжиекпен альфа тең 30 градус жасайтын көлбеу блоктың төбесінде бекітілген. Массалар бірдей М1 тең М2 тең 1 килограмм жүктер жіппен жалған, блоктан асырыла тасталған. Жүктер қозғалатын А үдеуді Т жіптің керілу күшін табыңыз. Бірінші және екінші жүктің көлбеу беттерге үйкелісін, сонымен қатар блоктағы үйкелісті ескермейміз. Ал енді студенттерден кім шығады? Ұлдана, келіңіз. Берілгені. Бізде берілгенде екі жүк берілген, олардың массалары бірдей. Оны тек М деп алсақ. Келесіде бізде альфа бұрыш берілген, 30 градус. Көлбеулік бұрышы, көлбеу. Бізге табу керек жүктер қозғалатын үдеу және керілу күшін табу керек. Бізде бұл үшбұрышты А, В, С деп белгілеп алсақ, келесіде бізде салмақсыз блок осының жоғары жағына орналасқан, және бізде берілгені бойынша екі жүк берілген. Бірінші жүк ол салмақсыз блокқа қарай көлбеу бетте жатыр, көлбеу бетте жатыр. Екіншісі осы салмақсыз блокқа ілінген. Жіпке ілініп, бос тасталған, Бұл екеуінде де әрқашан төмен қарай бағытталатын, перпендикуляр болатын ауырлық күші берілген. Жердің бетіне перпендикуляр бағытталатын ауырлық күші. Андағы жерде ненің, көлбеу бетінің табанына перпендикуляр бағытталады. Және бізде бұл жердегі жүкті екінші жүк деп алсақ, мына жерде бізде бірінші жүк деп алғанымыз дұрыс. Келесіде екінші жүкте бізде реакция күші берілген. Ана Ұлдана нені көрсетіп жүріңіз? Көлбеулік бұрышы альфа. Көлбеулік бұрышы, бұл бізде бізде ескеретін жағдай, біз үдеуді табу үшін біз екінші жүктегі жіптің бойымен X өсі деп алсақ болады. Қозғалыс бағытын анықтаймыз. Бұл жерде бізде В, С қабырғасына X өсі параллель болып тұр. Осы төмен қарай бағытталған ауырлық күші мен осы X өсіне проекция жүргіземіз. Ол жерден біз проекция жүргізген кезде X өсі мен проекцияның арасы 90 градус болу керек. Сол кезде бізде осы жерде шыққан төртбұрышты үшбұрыштың жоғары жағындағы бұрышы мына жақтағы бетта бұрыш деп белгілеп алсақ болады. Сәйкес болады. Сәйкесінше біздегі мына жердегі альфа бұрышы осы жердегі тікбұрышты үшбұрыштың мына бұрышына теңеседі. Енді осы жермен түсіндіріп жіберсем, себебі қараңыздар, үшбұрыштардың ұқсастығынан шықтық. Мына қабырға
мына үлкен үшбұрыштың мына қабырғасы мына кіші үшбұрыштың мына қабырғасына параллель жатыр. Ал енді мына біздің қозғалыс бағытымыз мына үлкен үшбұрыштың мына көлбеулік бетіне параллель жатыр. Сондықтан қараңыздар, мына жердегі бұрышымыз міне мынау және мынау бірдей ғой. Екеуін бірдей деп белгілейміз. Сонда мына бұрышымыз кішкентай тікбұрыш үшбұрышта, және мына бұрышымыз бірдей болады үшбұрыштардың ұқсастығынан. Ал енді сәйкесінше мына бұрышымыз бетта болса, мынауымыз 90, мынауымыз альфа. Тура мынау бізде мына жеріміз проекция түсірген кезде 90 болған, Сонда мына жердегі бұрышымыз кішкентай үшбұрыштан не болады екен? Альфа болады екен. Ал енді сонда мына біз қозғалыстың бойындағы біз жаңа Ньютонның екінші заңы қозғалыс теңдеуін жазу үшін біз осы қозғалыс бағытының бойындағы жатқан күштерді алуымыз керек. Ал енді сонда біздің мына ауырлық күшінің құраушысы оның құраушысы осы X осіндегі қозғалыс бағытындағы мына кішкентай тікбұрышты үшбұрыштың мына жері болып табылады. Мына ғана бөлігі. Арға жалғастыра беріңіз. Келесіде біз Ньютонның екінші заңына сәйкес бірінші және екінші күштер арқылы олардың арасындағы бұрыш арқылы мына формуланы жазамыз. Яғни бірінші жүкке сіз қозғалыс теңдеуін жазасыз, Енді сіз ол жерде қозғалыс теңдеуін жазу үшін сізде ауырлық күшіңіз тұр. Ол дана тағы екінші қандай күш бар? Қараңызшы, жіптің бойымен бағытталатын қозғалысқа қарама-қарсы. Міне мына жерде жіптің керілу күші, Жіптің керілу күші бар. Т деп белгілейміз. Жіптің керілу күші бар, Ана тік түсіріңіз, жіптің керілу күші бар. Т деп белгілейміз. Біз сонда екі жүкке екі бөлек не жасаймыз, қозғалыс теңдеуін жасаймыз. Бізге алдымен синус бұрышты табу керек болады. Синус бұрышты тапқан кезде сіз екінші жүкті деп жатсыз. Екінші жүк бойынша бізде F ауырлық күшінің құраушысы арқылы mg яғни тікбұрышты үшбұрыштың қасиетіне сүйеніп, біздің альфа бұрышының синусы неге тең болып тұр? Бізде ауырлық күшінің құраушысымен гипотенузамыз бұл жерде mg болып тұр. Сондықтан екеуінің қатынасын бұл жерде ауырлық күшінің бұл жерде шығатыны mg синус альфа. Бізде жіптің керілу күші бар, қозғалысқа мысалы бізде мына біздің бірінші жүгіміз төмен қарай қозғалған кезде артынан біздің екінші жүгіміз не істейді? Былай жоғары қарай оның артынан ілеседі. Сондықтан жіптің керілу күші мұнда Т деп мына жерге белгілеңіз, бағыты былай, Т деп белгілеңіз. Бұл енді қараңыздар, біз былай келіскенбіз, негізі солай аламыз физикада. Егер күштер қозғалыспен бағыттас болса, оң болады, қозғалыстың бағытына қарама-қарсы болса, теріс болады деп соған сүйеніп, жаңағы қозғалыс теңдеуі немесе Ньютонның екінші заңын жазамыз, екі жүк үшін жеке-жеке. Біріншісі бізде бұл формуланы біз бірінші деп белгілеп аламыз. Формулада бірінші жүк үшін жазылған. Бірінші жүкте бізде қарап отырғанымызда керілу күші кері бағытталған болғандықтан оның таңбасы минус болады. Ал ма дегеніміз бұл жерде біз бастапқы айтқан жеріміз m1 тең m2, яғни массалары бірдей. Екінші жүк үшін керілу күшінің таңбасы оң болады. Келесіде F ауырлық құраушысының формуласын шығарып алғанбыз, яғни mg синус альфа. Бұл тең жаңа айтып өткеніміздей массалар тең болғандықтан бұл жерде де ма болады. Және бұл формуланы екінші деп алсақ, енді біз бірінші формуладан керілу күшінің формуласын шығарсақ болады. Ол бізде келесі болады. Бұл жерде бізде ортақ көбейткішке m-ді шығарып жіберсек, жақшаның ішінде g минус a болады. Келесі бізде үдеуді табуымыз керек. Үдеуді табу үшін біз мына үшінші формуланы екінші формулаға әкеп қоямыз. Жүйенің қозғалыс үдеуіне. Сол кезде g жақша сыртына шығады да, жақша ішінде 1 минус синус альфа қалады және бөлімінде 2 болады.